Қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді, осындай жұп-жұмсақ болып шығатын пряниктерді жасаймыз. Алдымен ұнды саламыз, ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Одан кейін мөлшерімен қантты саламыз. Видеоның описание бөлімінде достар барлығы жазулы тұр. Келесі кезекте шым-шым тұзды салып, барлығын жақсылатып, осылай біркелкі етіп араластырамыз. Енді 125 грамм ыстық қайнатылған сүттен қосып, түйіршіктері кеткенше шайқап аламыз. Бізде осындай әдемі қоймалжың масса шығады. Енді бір жұмыртқа, екі жұмыртқаның сары уызын саламыз. Одан кейін міндетті түрде иісі жоқ сұйық майымыздан құйып, тағы да барлығын жақсылатып, бір 3-4 минуттай араластырамыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін бассаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Енді електен өткізілген ұнды саламыз, қопсытқыш, ванилин болса, одан да қоссаңыз болады. Жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді оны қатты жұқа емес, орташа көлемде осылай әдемілетіп жаямыз. Өзіңізге ұнайтын формамен, дөңгелекті формамен осылай жасап шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, егер де шоколадты пряник жегіңіз келсе, онда дәл осы массаға 25 грамм көлемінде какаоны қосаңыз, сізде шоколадты қамыр шығады. Мінеке жартысымен осылай шоколадты қамырмен шоколадты пряникті жасадым. Оны да дәл осылай бөліп шығамыз. 180 градуста қыздырылып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Енді біздің пряниктеріміз піскенше глазурин әзірлейміз. Ол үшін қант ұнтағына 2 жұмыртқаның ақ салып, жақсылатып барлығын шайқап алатын боламыз. Одан кейін пряниктеріміз піскеннен кейін бірінші оны суытып аламыз. Суығаннан кейін осылай глазурьға малып, енді тоңазытқышқа 1-2 сағат қалып қоямыз. Мінеке достар, пряниктеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.